Анчах. Өлгені бар ма? Өлгендер бар ма? Жоқ. Демек бәрі тірі. Жолдас бастық. Су беріңізші. Біреуге жолдас, ал біреу үшін азамат бастық. Су жоқ. Сіз ішіп тұрсыз ғой. Балама беріңізші. Ұлым ішсін. Су деймісің? Иә. Мұндай сатқыннан аяған итшесің. Мә, іш. Біз сусыз өлеміз ғой. Түкіргенім бар. Бір сатқынның саны кемейді. Сен не істеп тұрсың, иттің баласы? Мұнда сатқындардан басқа да адам бар. Ей, аузыңды жап. Орның отыр. Келесі вагонда өлік бар ма? Бар. Лақтырып таста. Құрып кеткірді. Қып болады. Шөлдедім, апа, шөлдедім, апатай. Ақмола бекетінде бізді иттері бар. Қару асынған қарауыл күтіп алды. Балаларды шанаға отырғызып, бізді ми даламен айдап кете берді. Қазақтың кең даласы бізді қытымыр қыстың қақаған аязымен қарсы алды. Біз 2 тәуліктей жол жүрдік. Қас қарайғанда ғана Карлақтың 26-шы нүктесіне келіп жеттік. Кейін тұтқындар ол жерді Алжир деп атап кетті. Отанын сатқандардың әйелдеріне арналған Ақмола лагері. Сол күн есімнен мәңгілік кетпейді. Жинақталыңдар. 6 қаңтар 1938 жыл. Сез аяқтарыңды бас. Сол лагердің алғашқы тұтқындары бізде. Сез әйтпесе сүбересіңдер. Үсігін келмесе жүгір. Әне, алшақ басыңдар. Тез, жүгір. Жүгір деймін. Басыңдар аяқтарыңда тезірек. Шанадан қалмаңдар. Бол. Басыңдар аяқтарыңда тез. Қане, жылдам. Жүріңдер, бас аяқ. Тезірек, қане. Мен НКВД майоры Головановпын. Ақмола облыстық Карлаг лагерінің 26-шы бөлімшесінің басшысымын. Сендер отанын сатқандардың әйелісіңдер. Кеңес халқының жауысыңдар. Бүгіннен бастап өз аттарыңды мүлде ұмытыңдар. Сендердің өткен күндеріңде, бүгінгі күндеріңде жоқ. Келешекте көрем деп армандамаңдар. Лагердің ішкі тәртібінің ережелеріне сәйкес тұтқындар таңғы және кешкі тексеруге кешікпеулері тиіс. Офицерлердің бұйрығын бұлжытпай орындайсыңдар. Саяси тақырыпта әңгіме қозғауға қатаң тыйым салам. Лагердің айналасындағы мыңдаған шақырымға созылған
Енді ала. Қашып құтылмайсыңдар. Темір қоршаудан аттап басқан тұтқындар сол орнында ескертусіз атылады. Түсінікті ме? Түсінікті ме деймін? Түсіндік. Бригадир, жаңадан келгендерін барақтарға бөліңдер. Бірінші бригада. Маған еріңдер. Алға бас. Бір-бірлеп. Тезірек, тезірек. Тез, жүгір. Күш қуаттарын әлсірету үшін көп әдіс ойлап тапқан. Атап айтқанда ұйқыдан айыру, ыстық және суық карцерлер ұрып соққан. Бұл ауыр сынаққа көпшілігі төзбеген. Сосын өздеріне тағылған жалған айыпқа қол қойған. Мінекей балалар, қараңдар. Бұл лагерде болып, небір сынақты бастан өткерген, өмірде болған адамдардың суреті. Оларды неге азаптаған? Себебі оларды кінәлауға алдын ала ойлап табылған жалаға қол қоюдан бас тартқан. Олар неге қол қойғылары келмеген? Өйткені олар кінәсіз болатын. Жақсы балалар, енді келесі залға барайық. Надя! Не болды? Яшка! Қайда? Балама жіберіңші, ауыр асылып барады. Қайда барасың? Жұмыстығым істей сенің орнына. Оның жұмысын мен жасаймын. Жақсы. Тек ұзаққа кетпе. Қазір. Лейтенант, жіберіңізші. Баласы ауырып жатыр. Түсініңізші енді. Сейдахметов. Мен тұтқынды алып бар. Көп болады. Рахмет. Мына түрімізбен бәріміз қыстан аман шықпай қырыламыз ау. Арқыма көнбей қойып едің. Енді тас кеміріп отыр. Одан да тас кеміргенім алды. Алима. Тұршы. Не? Бері келші. Не? Бұл не? Бұл құрт қой. Қолдың ірімшігі. Оны қайдан алдың? Бүгін осыны бізге кішкентай балалар лақтырды. Тағы бір бар ма? Бар. Оят бәрін. Нала қой. Мария, Жанар, тұрыңдар. Мұнда келіңдер. Кел. Қазтамақ жем, бізде тамақ бар. Қазір. Мінеки алыңдар. Келіңдер. Кел. Қазір. Мінеки алақ. Бұл не? Бұл құрт. Құрт деген не? Кәдімгі ірімшік. Жей ғой. Қандай дәмді еді. Алып шық. Уводи. Бас аяғыңда. Қане бол. Алдарыңда. Тек қылмыскерлер ғана емес. Кеңес үкіметінің жаулары тұр. Сарбаздарымыз майданда ішерге тамақ таппай жатқанда. Олар өз міндеттеріне салғырт қарап, орны толмас зиян келтірді. Сондықтан әскери уақыттың талабына сай, оларды ең жоғары жаза, ату жазасына кесем. Жоқ. Олардың кінәсі жоқ. Мен кінәлімін. Мен бригадирмін. Мен дұрыс қарамадым.
ойламадым. Мені атыңдар. Олар тым жас қой, өмірлері әлі алда. Керек болса сені де атып тастайын. Құдай үшін керек емес. Жібер деймін. Кешіріңіз, соларды кешіріңіз. Өйткені орында. Қыздарды аясаңдаршы, аясаңызшы. Қажет емес, керек емес. Тұрыңдар. Дайындал. Көзде. Ат. Естеріңде ұстаңдар. Лагерімде зияндыққа жол бермей. Осындағы әрбір төл, әрбір бұзау сендердің түкке тұрғысыз өмірлеріңнен анағұрлым қымбат. Әрбір теріс қылықтарың үшін әскери уақыттың заңына сай ең ауыр жаза түрінде жазаларыңды өзім беретін болам. Түсінікті ме? Бригадир, ал кет мыналарды. Жатаққа қадам бас. Өкінбеймін өткен күндерге, өткінші жауған жаңбырдай, түнілме өткенге қарап. Ай, бәлкім өмір осындай, ертеңді ойлап термелеп, несіне іздеп тентеріп, шіркін бұл жалған өмірде бақытты күндер келерде. Hayatın ömür olsunday, denizдің ащы суындай, өмірдің бұлағын іздеп, таңдайым қырғайды су таппай. Мүмкін тағдыр өзгерер, бұлақтың көзін тапқандай, қанатын жайып мекенге, көктегі ұшқансың қарда. Өкінбеймін өткен күндерге, өршітіп ішкі жарамды, өзіме өзім өшіреп, өзімшіл етіп санамды, биіктеп кейде төменде, көрінбес өмір сызығы, қайғыртып бірде қуантады. Түсінбеймін өмір қызығы. Hayatın ömür olsunday, denizдің ащы суындай, өмірдің бұлағын іздеп, таңдайым қорғайды су таппай. Ой, мүмкін тағдыр өзгерер, бұлақтың көзін тапқандай, қанатын жайып
Нұршапа. Ұмытуға бола ма Нұршапаны, халық жауы болса да ел адамы, атасы Бестеректің жігітегі, түп атасы дәулетті арғы тегі. Нұршапа Өтеміске келін болған, Әсембай әулетіне құт боп қонған, Өтемістің қыз жасауын жасап сатқан, Нұршаның ақшаңқан киіз үйі есте қалған. Тәжібай каналын көпшілікпен қолмен қазып, Қарақұм сельсоветі болған содан, кілемге өрнектеумен Шыңғыс ханды Тұрарға сый тартуын жүніс алды. Осыдан өз өнері орға жығып, Ақмола лагеріне қамалады. Гулagта Гүлжамал Майлинамен мал бағыпты. Соғысқа тон тігумен тірлік озып, босапты елге келіп бала бақты. Кеңестің бұл да бір драмасы, ұмытып ұзақ жылдар қарабасты. Біз жазған кітапты іздеп оқысаңыз, мейірсіз пенде ғана жыламасты. Автор Жазылбектегі Алтайбай Аманжолұлы. Бір шәкірт ұстазынан сұрапты деседі: мұғалім, өмір мен мектептің айырмашылығы неде? Деп. Сонда ұстаз былай депті: мектеп саған сабақ береді, кейін сынаққа салады. Ал өмір сені алдымен сынаққа салады, кейін адам содан сабақ алады деген. Біздің тарихта да сабақ алатын сәттер тым көп. Қазақтың тарихы адамдықтың, адалдықтың, ұлылықтың, ұлтжандылықтың әліпбиі десе де болады.